Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, қолжетімді ингредиенттерден тұратын керемет пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Алдымен каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Оған аштығымызды, одан кейін қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бетін жауып, апарасы көтерілгенше дейін бөлме температурасында алып қоямыз. Мінекей бізде 15 минуттың арасында осындай апарамыз көтерілді жақсылатып. Мен әрдайым осы дрожжды қолданамын, бір қолдануға ғана жететін. Себебі кейде дрожждар көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті одноразовый дрожжды қолданамын. Оған ертілген сары майымызды, бөлме температурасындағы жылы жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып, одан кейін қажет мөлшердегі ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде елегіштен өткізген жақсы, себебі қамырымыздың көтерілуіне себепші болады. Жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде белгіленген мөлшердегі ұннан сізде көбірек немесе азырақ кетуі мүмкін. Тестаңызға байланысты ұныңызды қосатын боласыз. Жұмсақтау және жабысқақтау қамыр шығады. Жарты сағаттай уақытқа алып қоямыз. Көтерілгеннен кейін қамырымызды 3 бөлікке бірдей етіп бөліп, домалатып, үшеуін бірдей етіп жайып аламыз. Ал оған дейін достар, рецепттерім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей қамырларымызды осындай 3 бөлікке бөліп жайып алдым. Енді бұл жерде ортасына сіздер варенье немесе джем, немесе нутелла қоссаңыздар да болады. Менде смородина вареньесі болды. Соны қосты. Араларына осылай жағып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп. Үстіне қайтадан екінші бөлігін жайып, тағы да вареньемізді жағамыз. Бұл пирогты күнделікті шайға жасасаңыздар болады. Өте дәмді әрі жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Маған қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Тезірек осы видеоны қарап болғаннан кейін міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Үшеуін осылай видеодағыдай етіп, бір-бірін үстіне жайып алғаннан кейін осындай бөліктерге бөлеміз. Үстіне стаканды ортасына қоямыз, бірдей етіп кесуіміз үшін. Одан кейін осылай орап шығатын боламыз, шеттерін біріктіреміз. Айтпақшы достар, осы жерде мен ұмытып кетіппін. Пирогымызды жинайтын кезде алдын ала бірінші пергамент қағаздың үстіне қойып барып жасаңыздар. Осы жерде пештеріңізді қосып, қыздырып қоя берулеріңізге болады. Пирогтарымызды сәндеп болғаннан кейін, орап болғаннан кейін бетін пленкамен жауып, одан кейін жылы тряпкаларыңызбен жауып, кішкене көтерілтіп алғанымыз жақсы. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, пешімізде пісіріп аламыз. 180 градуста 25 минутта пісірсеңіз жеткілікті болады. Одан кейін үстіне сахарный пудраны сеуіп ұсынатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.